Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін мен Нұрсая, бүгін мен қарапайым отбасы деген сериал түсіретін боламын. Достар, бұл менің алғашқы видеом, сондықтан егер қателер шығып жатса, мән бермейміз. Міне, бұл бізде қарапайым отбасы деген сериал. Ал сіздер видео басталмай жатып маған лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Бұл бізде мамасы, бұның есімі Гүлжанат. Ал мына қасында отырған кішкентай балан, ол әшімба, ол кішкентай бала, яғни інілер. Ана кішкентай қыздың есімі, яғни сіңлісінің есімі Аида. Ал ана үлкен қыздың есімі ол Айзере. Ал біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Достар, мен сіздердің барлықтарыңыздың атын жазып үлгермей жатырмын. Сондықтан ренжімейміз. Так, мәссаған уже таң атты ма не? Жарайды, енді ұйқыны тұрайын. Бүгінге қай киімді кисем болады? Осыны киейін. Жаңа жыл емес қой қазір. Маған жаңа жыл мерекесі қатты ұнайды. Жаңа жылды қатты күтемін. Жарайды. Ой, сен тұрдың ба? Жарайды. Молодец, қайта. Ерте тұрыпсың. Кеше ерте жатып қалып едің ғой сен. Жүр енді әпкелеріңді оятайық. Аида, жаным, қызым, тұра ғой. Анашым, уже таң атты ма не? Мәссаған, мен қазір ұйықтаған сияқты болып жатырмын. Жарайды, бүгінге қайсын кисек болады? Давай осын кейін. Үй салқын, күз мезгілінде. Кеттік. Анашым әпкемді ояттыңыз ба? Жоқ, оятпадым. Ол әлі ұйықтап жатыр. Онда оятыңыз. Оятам ғой. Мен лифтте тұра беремін. Айзере, қызым, тұра ғой. Анашым, ау, уже таң атты ма? Қызым, таң аттың. Ұйқым келіп тұр. Жарайды, енді тұрайыншы. Қатты ұйқым келіп тұр бірақ. Жарайды. Киімімді киіп алайын. Так, тұмынан киімім бар. Бірақ бұл мектепке кететін киімім ғой. Осы көйлегімді киіп басқа выбор жоқ. Так, ой, сен де тұрдың ба, Ақтөс? Жарайсың, молодец, ерте тұрыпсың. Ақтөс, мен не оятпайсың, Ақтөс? Жарайды. Анашым Аида тұрды ма? Оятамыз ба? Жоқ, қызым, ол ұйқысынан тұрды. Ол қазір ғана лифтте отыр. Жарайды онда. Кеттік онда лифтке. Қайырлы таң, әпке. Қайырлы таң, Аида. Так, анашым, сіз де кіріңіз, келіңіз. Қызым, кірейін деп жатырмын. Ал кірейік. Кеттік. Олар лифтте түсті. Мәссаған, уже ұйқыдан тұрдық. Ой, мәссаған, уже жеттік ба? Қызым, жеттік. Ладно, мама тамақ беріңізші. Ой, мен продукты алудың кеттім, кеше продукты аламын. Мен қазір продуктыға барып келейін, жеміс-жидек алуға, тамақ алуға. Сендер інілеріңнен қарай тұрыңдар. Әйтпесе бұл қазір магазинде жылайды. Мен кеттім. Есікті кілттеп алыңдар. Мен кеттім. Достар, міне бұл магазин. Шаршап кеттім ғой. Бірақ әдемі магазин ашылыпты. Керемет дүкен. Сәлеметсіз бе? Біздің жаңа дүкенге қош келдіңіз. Қош көрдік. Міне бұл біздің дүкен. Осындай кең. Керемет екен дүкендеріңіз. Ақшаларыңыз көп болсын. Рахмет көп. Нан алайын, 2 нан алайын. Так, сүт алайын. Біздің қыздар сол сүт жақсы қойды. Нан салайын, тағын 40 қабат. Так, қияр алайын, осындай. Бізе қызанақты Аида көбінесе жақсы көреді. Қиярды Айзере жақсы көреді көбінесе. Жұмыртқа алайын, қойғана қойын. Біздің қыздар жұмыртқа жақсы көрмейтін шығар. Інілерімізде, баламды, ұлымды. Ол кішкентай жұмыртқа жеуі.
жарайды. Аяқты қарай берейін. Бұл жерде мәссаған керемет екен. Іші кең, ауасы керемет екен. Керемет. Жарайды онда. Ой, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Маған көріспегелі көп болды. Иә, жарайды онда, сау бол. Міне, аха. Сау болыңыз. Рахмет. Ол үйіне жетті. Шаршап кеттім ғой. Достар, осымен біздің бірінші сериал аяқталды. Егер сіздер екінші сериалды қатты қаласаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Достар, мен сіздердің барлықтарыңыздың аттарын жазып үлгермей жатырмын. Білем, барлықтарыңыз аттарыңызды жазып жатырсыздар. Мысалы, Инабат, Аида деп ше. Мысалы, қырғыздар да жазып жатыр. Всем пока!